Рамазан айының бітуіне 12 күн қалғанда осы 12 амалды орындап үлгеріңіз. Бұл амалдар сіздің жан дүниеңізді рухани құндылықтармен толтырып, тәніңізге ауыртпалық түсірмейді. Осы амалдармен таныс болу үшін видеоны толық қарауларыңызды сұраймын. Әрине, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Құран оқу. Құранды мағынасын түсіне отырып ережесімен оқу. Егер арабша қарып танымаймын десеңіз, алдағы санаулы күндер сіз үшін үлкен мүмкіндік. Еліміздің барлық мешітінен өзіңізге ыңғайлы уақытта Құран үйреніп алуыңызға болады. Ежіктеп болса да Құран кәрімді оқу үлкен сауап екенін естен шығармаңыз. Нәпіл намаздарын оқу. Әдетте нәпіл намазын 2 ракағат етіп оқу сүннет, әрі сахабалардың бәрі жасырып жасаған ғибадаттары. Тек мәхрух болған уақыттан басқа мезгілдерде жақсылап дәрет алып 2 бас намаз оқыңыз. Сондай-ақ сәске уақытындағы духа, түнгі тахаджуд намазы, ақшам мен құптан аралығында оқылатын әуәбин намазы, 10 түрлі күнәні кешіретін 4 ракағаттың тәсбих намаздары да нәпіл құлшылықтардың қатарына жатады. Өз-өзіңізге есеп беру. Серуендеп жүрсеңіз де, үйіңізде отырсаңыз да өз-өзіңізге: мен қайдан келдім және қайда барам? Алла тағала менен не қалайды және менің Раббымның алдындағы міндетім қандай? Деген сұрақтарға жауап беріп, өткеніңіз бен бүгініңізге, келешегіңізге көз салыңыз. Күнәларға тәубе ету. Сәт сайын өткен күнәларыңыз үшін Алладан кешірім жарылқау тілеп, шынайы тәубе етіңіз. Әсіресе ұйқыға жатар алдын өзіңізді соңғы рет қол жайып отырғандай сезініп, Аллаға жалбарыныңыз. Аллаға жиі мадақ айту. Алла тағалаға шамаңыз келгенше көбірек мадақ мақтау айтыңыз. Әбу Хурайра радиаллаху анх пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір қысқа ғана жиында 100-ден аса Субханаллах деп айтқанын риуаят етеді. Ренжіскен адаммен татуласу. Ренжіскен адаммен татуласу Рамазан айындағы ең іргелі істердің бірі. Себебі шайтан бір-бірінен жүзін бұрған мұсылмандардың араз болып жүргенін қалайды. Ал ораза кезінде арада реніш болған адаммен шынайы түрде кешірім сұрасып, татуласқан жөн. Араздасқанды жарастырып, қаймыққанның көңілін аулау. Араздасқан 2 адамның арасын жарастырып, татуласуына себепкер болу да сауапты іс. Сонымен бірге, уайымы бар адамның жанынан табылып, сабырға шақыру да теңдессіз жақсы амалдардың бірі. Садақаны көп жасау. Садақаны мейлінше көп жасау, қолыңыздағы барды қиналған адамға, жетім жесірге, ауыр науқастарға санамай беру және көңілін аулау. Садақаны қалтасы бай емес, көңілі пейілі бай адам ғана бере алатынын ұмытпаңыз. Жақын адамдарға зиярат жасау. Ең жақын ағайын туыс, дос жараңның қалын біліп, мүмкіндігіңізге қарай үйлеріне барып, арнайы зиярат жасаңыз. Көмек қажет болса, жәрдемдесіңіз, шүйіркелесіп, жақсы нәрселерді әңгіме қылыңыз. Діни жиындарға қатысыңыз. Мешітте немесе басқа кез келген ортада өтетін қайырымдылық шараларына, уағыз, насихат, рухани кештерге қатысыңыз. Сондай-ақ шақырған ауызашарлардан қалмаңыз және өзіңіз де ауызашар дастарханын жайыңыз. 5 уақыт намазды жамағатпен оқу. Жамағатпен намаз оқудың жеке оқығаннан артықшылығы көп. Сондықтан сауаптар 700 есеге дейін артатын қасиетті айда күнделікті парыз намаздарын жамағатпен орындауға тырысыңыз. Қабірлерге зиярат жасаңыз. Хадисте сендердің ең ақылдыларың өлімді жиі еске алатындар делінген.
Сол себепті қабірлерге зиярат жасап, бір жағы бақилық болған жақындарыңыздың рухына дұға бағыштап, өзіңіз де қабір өмірін еске алыңыз. Егер ақпаратым пайдалы болса, тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алла барлықтарыңыздың оразаларыңызды қабыл етсін.